Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Екі мазмұнды баса айтқым келеді. Біріншісі, мынау халықтың өздігінен ұйымдасып, өстіп ауыл-ауыл бұрынғы келген ауданы бойынша сол жақта тұтқындалған, қамалған, бір отбасы екіге айырылып қалған, сотталған қазақтарды әсіресе осындай мәселелерді көтеріп, оны халықаралық деңгейде біздің Қазақстанның құзырлы органдарының назарына жеткізу. Бұл біздің Қытайда туып өсіп Қазақстанға қоныс аударған осы 500 миллионға жуық қазағымыздың оянғандығының белгісі. Міне бұл сауатты жұмыс. Біз бұдан бұрын осындай жиналыстарды атажұрт еріктілері ұйымдастыратын, біз міне осымен бірнеше мәрте өзіміз қонақ болып, жиынға кешігіп келіп жүрміз. Осы жиналысты ұйымдастырып жүрген мынау белсенді бауырларымызға рахмет. Өзінің жерлестерін, туыстарын жинап өстіп, кім ұсталды, кім тұтқындалды, өстіп бұны ақ қағазда қара сиямен жазып тарих бетінде қалдыру. Біз Қытай дейтін империяның үлкен саясатына ықпал ете алмауымыз мүмкін. Қарекеті бізден, нәтижесі Алладан. Бірақ сол жердегі туыстарымызға араша түсіп, соған ықпал етеді-ау деген органдарға мәлімет беруіміз, ақпарат беруіміз бұл біздің біріншісі Құдай алдындағы міндетіміз, екіншісі сол туыс-туғандарымыздың алдындағы міндетіміз. Ұйымдастырып жүрген азаматтарға рахмет. Енді бұл басқа аудандарға да жұғысты болсын. Екінші айтайын дегенім, мен қазір бұл жерден Азаттық радиосының журналисті Нұртай Лахан бауырымызды ғана көріп отырмын. Басқа 31-ші арнадан келіп отырсыздар ма? Информбюродан. Енді басқа біздің ұлттық арна жоқ, басқа тағы да отандық телеарналарымыз жоқ. КТК 31, Евразия, олар жоқ. Мысалы, майдың 31 күні әкелері Қытайда қамалып отырған 60 тірі жетім баланы жинап Қазақстан қонақ үйінде жиналыс өткізгенде, туысанау Германиядан Өмірхан Алтын ағамыз келіп, ұлттық баспасөз құралдары қайда деп бір ашты дауысын шығарғанда, ұлттық арна келіп бізден интервью алып еді. Жоқ, бұл түсініксіз. Сонда Қытайдағы қазақтың мәселесі қазір әлемдегі нөмірі бірінші тақырып болғанда, тұтас Америка, Еуропа, тұтас адамзат, ислам әлем, түрік әлемі, бүкіл ағылшын тілді, әлемдегі ірі тілдердің барлығы осы мәселені көтеріп жатқанда, біздің Қазақстан қоғамы, қазақ тілді аудитория естімедік, білмедік, көрмедік деп, естімегенсіп, көрмегенсіп отыра ма? Бұл ұлт алдындағы, халық алдындағы ақпарат құралдарының басшылары, сонда жұмыс істейтін азаматтардың бетіне үлкен таңба, мәңгілік кетпейтін таңба. Қай жайдағы әлеуметтік мәселелерді дейін көтеретін біздің баспасөзіміздің ұлттық мәселеге келгенде үнсіз қалуы. Оларға бір сұрақты қойылып келеді. Қандай да бір қысым бар ма? Ашық айтыңыздаршы. Ол қысым қайдан келіп тұр? Қытайдың елшілігі қысым жасап жатыр ма? Жоқ, біздің кейбір жекеменшік сайттарды Қытайдың күштері сол сайттарды ақша беріп бопсалап, тек қана екі елдің достығын айт, мынандай теріс ақпараттарды айтпа деп, аталмыш сайттардың тілшілерін сатып алып, әлгілердің бәрін Хайнанға, Пекинге, туристік сапарларға жіберіп қойған жоқ па екен. Осы мәселені мен Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті тексерсе екен деп ойлаймын. Ақпарат құралдарының жаппай үнсіз қалуының ар жағында Қытайдың жұмсақ күшінің жәшік юандары тұр ма екен деген қаупім бар. Себебі бұл Аустралияда және Германияда, Америкада бұл ресми түрде ашық ақпаратқа шыққан дүние. Яғни Қытайлар сол елдердің ақпаратын сатып алып, Қытайға жағымсыз ақпараттардың үнін өшіріп, тек Қытайдың жағымды ақпаратын жариялауға ықпал етті. Бұны ағылшын тілді дүниеден көре аласыздар. Біздің Қазақстанымыз осы ақпарат саласы барған сайын Қытайдың жұмсақ күшінің ықпалына түсіп қалмады ма екен деген алаңдаушылығым бар. Сондықтан
ұлттық қауіпсіздік комитеті, мемлекетіміздің амандығына жіті назар аударатын барлық лауазымды тұлғалар біздің осы ақпарат құралдарымыздың басында отырған жігіттердің есеп шотынан тартып, олар кімдердің дастарханына барып жүр, кімдердің дастарханына барып бақа шаян жеп жүрген жоқ па екен, соның бәрін анықтаған абзал. Әйтпесе әлеуметтік мәселелерге дейін көтеретін аталмыш ұлттық тақырыпты қозғап жүрген баспасөздің соңғы кезде Қытайдағы қазақтар мәселесіне келгенде мүлде соқыр, мүлде керең болып қалуы кісінің ақылына сыймайды. Бұл екі-ақ түрлі себептен деп ойлаймын. Бірі сол бақа шаяндардың кесірі, екіншісі Қытайдың қып-қызыл юаны, олардың көзін көрмес, құлағын естімес, қолын жазбас қылып, аяқтарын мұндай қазақтың ұлттық трагедиясы көтерілген жинастарға бармас қылып қойды деген күмәнім бар. Келген ақпарат құралдарына рахмет, Алла разы болсын. Екіншісі, біз жаңа осы жиналысқа кезгерден бұрын Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуратурасы жағынан мынандай заңды түсіндіру деген ескертпе алдық. Ол кісілер маған бұл ескертпені беріп жатқанда Азаттық радиосының тілшісі Нұртайлахан бауырымыз түсіріп жатты. Мен ол кісілерге айттым. Біз осыдан бір жыл бұрынғы үндеу лекцияларымызда Қытайдың қазақтарын ешқашан бейбіт шеруге шықпаңдар деп үндедік. Солай ғой? Куәсіздер. Оның несіне? Себебін бірнеше айттық. Біріншісі, бейбіт шеруге ең адал, ең момын деген Қытайдың оң қазағы жиналғанмен, оған қытайшыл күштердің бір біз танымайтын, білмейтін оны араласып кетіп, сол жерде белгісіз бір жарылыстарды, өрттерді, немесе кісі өлтірулерді ұйымдастырса, онда жаңағы болған лаңкестік оқиғаның жауапкершілігін қоғам алдында біз арқалап қаламыз. Сөйтіп қытайшыл күштер Қазақстандағы Қытай мәселесін көтеруді өздері сөйтіп жала жабу арқылы тоқтатып тастайды. Бұл бір. Екіншісі, өзі қоғамдағы ең әлсіз жік болған құжаттық мәселесінің өзі 26 жылдан бері жыр болып келе жатқан оралман дейтін қауымды онсыз да орыс тілді жоғары жаққа сүйкімсіз көрсетіп аламыз. Осыларды шақырып бас ауруын таптық дейтін білермендер, мәскеушілдер, қазаққа қарсылардың бұндай сылтау тауып оралмандарды сүйкімсіз көрсетіп қоюы мүмкін. Үшіншісі, бейбіт шеру мәлім деңгейде біздің мәселені шешуімізге ешқандай пайдасы жоқ. 2 сағат жиналып көшеде айқайладық дейді. Мәселе одан дым шешпейді. Кештегі телевизордан 2,5 минут көрсете салады, болды. Одан да ақ қағазға қара сиямен жазып, алды халықаралық ұйымдар, арты мемлекетіміздің құзырлы мекемелеріне дәлелімен, фактісімен Қытайда сотталған туысының құжаттардың көшірмесі, суреті, қандай дерегі бар, соның бәрін жиып төгіп беріп, арызданушы өзің туралы деректерді беріп, фактпен қамдайық, фактпен дәлелдейік. Ал көшедегі айқай-шу ол ештеңені шешпейді. Ең бастысы, Қытайдан келген қазақтардың осы мәселені үздіксіз көтеруінің алдын алу үшін қытайшыл күштер қазір бізге жаппаған жаласы қалмай қалды. Бізді шетелдегі қашқындармен байланысты деді, шетелдегі террористік ұйымдардан қаржы алады деді, бізді анау деді, мынау деді. Күні кеше тағы бір сайтта бізді уахабист деп жазды. Уахабист көріп тұрсыздар ма? Жоқ. Сондықтан бұлардың барлығы айналып келіп, не мәселе дегенде, осы Қытайдағы қазақтың мәселесін көтеруді доғарту, сосын бәріміз бірігіп алып жаңа Қытай Компартиясының әнін айтып кетсек, олардың арманы. Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс, ана менің оңбаған ағамды 10 жылға соттапты, құт болыпты, сауап болыпты, 10 жыл отырып шығып адам болатын болды деп бәріміз Қытай Компартиясына мадақ айтсақ, сол жақсы екен. Олардың ойы сол. Сондықтан бұл жерде біз жаңағы біздің үнімізді өшіргісі келетін адамдардың қақпанына баспас үшін біз ешқашан жаңағы мемлекетіміздің заңдары мен закондарына қайшы қарекетке бармаймыз. Бір жерге мысалы қытайшыл ұйымдар пайда болды қазір, өтіріктен ұлтшыл
атақ жамыл ойбай сенің ана мәселеңді шешем, мына мәселеңді шешем дейтін бір аяқ астынан бір ұйымдар құрылды. Ол ұйымдардың артында қытайшыл күштер тұр. Сөйтіп олар да аяқ астынан ұлтшыл болып, осы Қытайдан келген қазақтың мәселесін шешкіш болып жүр. Сөйтеді де ең соңында олар сендерді арандатуға апарады. Кез келген бір қателіктеріңді алады да, олар сотталмайды, олар ұсталмайды. Ең соңында Қазақстанда Қытайда қазақ мәселесін көтерудің жолын кестіреді. Сөйтіп мәңгі бақи үніміз шықпайтын бір жағдайға апарады. Содан сақтану үшін біз тек заң аясында жұмыс істейміз. Көшеде көрген Қытайға әкірен жемейміз. Қытайдың зауыттарына барып айқай-шу шығармаймыз. Неге? Ол келген Қытайлар біздің Қазақстанның шетелдегі елшіліктерінің рұқсатымен келді. Оны келдеуге, кеттеуге біздің құқымыз бар ма? Жоқ, ол мемлекеттің шаруасы. Біз тек немен айналысамыз? Біз тек Қытайда сотталған туыстарымыздың деректерін жеткізуге тиісті орындарға жеткізсек болды. Зауытына барып айқай-шу шығарып, көшеде көрген Қытайдың көзіне шұқу, ол сауатсыздық, ол надандық, онымен мәселе шешілмейді. Біз сауатты түрде заң аясында жұмыс істейміз. Арандатудан сақ болайық. Қазір Қазақстанда Қытайдың жұмсақ күштері білген істеген заман болды. Мектебін ашып жатыр, мейрамханасы көп. Бүкіл ақпарат құралдарына ықпал етіп отқанын көріп отырсыздар. Белсенді жазып, осы ұлтшыл болып кеудесін қаңғырлатып жүрген жігіттердің әрқайсысын бір-екі рет барып бақа-шаян жегізгеннен кейін әкелердің үні өшіп қалады. Байқап отырсыздар ғой. Бұл Қытайдың дастарханына бар бақа-шаяннан бір-екі асағаннан кейін-ақ әгі кеудесінен тура қаңғырлап, аузынан жанын шашып тұрған ұлтшылдардың үні өшіп, мақаласы да тоқтайды, жазатын да тоқтайды, тікелей эфирде тоқтайды, Қытайдың қазағының мәселесін жоғарыға жеткізуде тоқтайды. Бұл Қытайдың бақа-шаянның қиқыметі сол. Үні өшеді, дереу, сол сәттен бастап үні өшеді. Сондықтан сауатты түрде жұмыс істейік. Қытайлардың ұйымдарынан өтірік ұлтшыл болып, бірақ ар жағында артқы көрінісінде сол қытайшылдардың иісі шығып тұрғандардан дастарханнан абайлайық. Солармен бірге барып бақа-шаян жеп қоймаңыздар. Қалай Қытайдың бақа-шаян жеп қойсыздар, солай екі елдің достығын дәріптеп, бұны мемлекет шешеді, шулатпай шешейді, арандатуға болмайды деп ақыл айтып кетесіздер. Сондықтан бақа-шаян жемеңіздер, абайларыңыздар. Ақпарат құралдары туралы айтқаным дәлелсіз емес. Бұл Австралия, Еуропа, Америкада болған, соттарда сотталған, біздің осы ұлттық мәселеден қашқақтап жүрген, әсіресе тек қана Қытайдың жағымды ақпаратын беріп, Қытайда болып жатқан күллі әлем білетін, бүкіл біріккен ұлттар ұйымы, Еуропа парламенті көтеріп жүрген осы мәселеден қашқақтап жүрген барлық журналистер тексеруге алынса екен деймін. Бүгін оларды тексере алмаспыз мүмкін, бірақ бір заман келеді. Біз сол кезде олардың қанша бақа, қанша шаян жегенін, қалтасына қанша юан түскенін анықтайтын бір заман келеді. Мен оған сенемін. Жа бауырлар, бәрілеріміздің басымызда қайғымыз бір. Қытайда тұтқындалған, ұсталған туыстарымыз үшін мен өте қайғыларыңызға ортақпын. Бәріміздің ет бауыр жақындарымыз сонда ұсталып отыр. Жерлесіміз, досымыз, сабақтасымыз. Ең жеңілі 2 жыл болып тіпті жақтағы елдің өлі тірісінде білмей отырмыз. Қатқабарымыз тапталып отыр. Қаншама құқымыз тапталды. Қатқабар алысу құқымыз тапталды. Отбасын екі қайырды, халықаралық заңдарға қайшы түрде діни наным сенім еркіндігі тапталды. Азаматтық құқықтарымыз тапталды. Шетелге емін-еркін шығу, туристік сапарға шығу деген құқық тапталды. Өзінің заңында өзі белгілеп қойған жаңағы Қытайдың азаматтарының паспорты жеке меншік, ешқандай мекеме оны алуына болмайды деген ол баптарын таптады. Бүкіл паспортын жиып алды. Қысқасы Қытайда қазір адамзат тарихында болмайтын сұмдық оқиғалар болып жатыр. Енді осыны сауатты түрде жоғарылап көтерейік. Келгендеріңізге рахмет. Енді мынау жұмысты ары қарай сауатты түрде жалғастыру үшін жастар аттанысқа келіңіздер, әлеуметтік желіні дұрыс пайдаланыңыздар, аудармашылармен дұрыс істес жасаңыздар. Мына халық өздері ұйымдасып, өздері өстіп,
ақпаратты беріп, оны шетел тіліне аударып, Біріккен Ұлттар Ұйымының деңгейіне дейін жеткізу бұл үлкен сауаттылық. Алда осы мәселені көтеріп жүрген белсенді ұлтшыл азаматтарға қандай да бір оқыс оқиғалар болуы мүмкін, аяқ астынан өліп қалуы мүмкін, аяқ астынан сотталып кетуі мүмкін. Қандай да бір оқиға болса, бұл жерде бір нәрсені айтамыз. Қытайлар мүмкін Сайрагүл Сауытбайды өлтіруі мүмкін, сөйтіп халықты үрейлендіруі мүмкін. Қытайлар мүмкін мына сөйлеп тұрған Серікжан Біләшұлының неше түрлі тәсілмен үнін өшіруі мүмкін. Бірақ тек қана сатып ала алмайды. Оған Аллах куә. Басқасының бәрін істеуі мүмкін. Өлтіргісі келуі мүмкін. Туыс-туғандарына бопса жасауы мүмкін. Бірақ сатып ала алмайды. Қайрат Самарқан дейтін қарапайым жігіттің ең керемет сөзі бар. Қытайдың түрмесінде отырып шыққан. Туған қарындасым Қытайда. Екеуі ғана әке-шешеміз жастайынан қайтыс болып кеттік, тек екеуі ғана жетім қалдық дейді. Сол қарындасымды ойласам, мен үнсіз қалуым керек еді дейді Қайрат Самарқан айтады. Бірақ өз жерде менің 3 миллион қандасым тұр ғой дейді. Қытайдың қорлығын әбден көріп, түрмесінде барлық Қытайдың қорлығын көрген мен алдымда 2 түрлі таңдау тұрды дейді Қайрат айтады. Бірі сол қарындасымды ойлап, үнсіз қалу, екіншісі сол түрмеде қорлық көріп жатқан соншама қазақтың мүддесі үшін ашық-ашық Қытайдың қылмысын ашу. Міне, Қайрат Самарқан деген өте қарапайым жігіт, осындай өте оны тарихта тасқа жазып қалдыратындай керемет сөз айтты. Екіншісі, Қытайдың түрмесінде 125 күн отырып шыққан Орынбек Көксебек деген жігіт. Сол Орынбек Көксебек бір жиналыста айтты. Менің Қытай түрмесіне отыратындай ешқандай қылмысым жоқ дейді. Менің бар қылмысым тек қазақ болғандығым дейді. Міне керемет сөздер. Бәрілеріңіздің мәселелеріңіздің шешілуін бір Алладан тілеймін. Істеріңізге сәттілік.